Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Ақбала. Бүгін сіздерге асқабақ қосылған өте дәмді пирогтың жасалу жолын көрсететін боламын. Алдағы видеоларым жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Қамырын дайындау үшін електен өткізілген ұнымызға бөлме температурасында еріген сары майымызды, қамыр қопсытқышымызды салып, бір жұмыртқамызды қосып, сондай-ақ құм шекер және де қаймақты салып, жақсылап қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды целлофанға салып, немесе осылай ыдыстың бетін жауып 10 минутқа тынықтырамыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Ол үшін асқабақты бізге пісіріп алу керек болады. Сондықтан тез пісу үшін ұсақтап турап аламыз. Барлық асқабақ турап болғаннан кейін пісіретін ыдысымызға салып, үстіне су құямыз. Қандай температурадағы суды құйсаңыз да айырмашылығы жоқ. Дайын болғаннан кейін газге қойып, піскенше отта ұстайтын боламыз. Енді формамыздың жан-жағына осындай бөлме температурасында еріп тұрған сары майды жағып шығамыз. Одан кейін ұнды осылай жан-жағына тегізіп аунатамыз. Осылай істегенде қамырымыз жан-жағына жабыспай пісетін болады. Тыныққан қамырымызды алып, бірден формаға салып, қолмен жаюға болады, немесе оқтаумен жайып алсаңыздар да болады. Мен оқтаумен жұқалап жайып алдым. Осылай қолмен жайғанға қарағанда тезірек жасалынады. Және де осылай жайып алған қамырымызды формамызға салып, жан-жағын тегістейтін боламыз. Осылай қолымыздың көмегімен бұрыштарын сәйкестендіріп, осылай қамырымызды басып шығамыз. Сондай-ақ мен осылай қасықтың көмегімен бортиктарын түзеп алдым. Егер қаламасаңыз, солай пісіре де беруге болады. Жақсылап түзеп алғаннан кейін шанышқының көмегімен осылай тесіктер жасаймыз. Одан кейін осы қамырымыздың ішіне пергамент қағазын төсейміз. Оның үстіне бұршақ дақылдарын салып, қазір пеште пісіріп алатын боламыз. Яғни бізге қамырымыздың піскені керек. Ал бұлай қойсаңыз, қамырыңыз көтеріліп кетпейді. Қызып тұрған 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Одан кейін пісіп тұрған асқабағымызды суынан сүзіп, бөлек ыдысқа саламыз. Оның үстіне құм шекерімізді және қалауыңыз бойынша ванилин, корица және мускатный орех салып, барлығын шанышқының көмегімен немесе блендермен еземіз. Блендермен езсеңіздер ешқандай түйіртпек қалмай күшті шығады. Одан кейін үстіне 4 жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Және ең соңынан қаймағымызды және қоюландыру үшін жүгері крахмалын салып, жақсылап араластырамыз. Қамырымыз пісіп шыққаннан кейін бетіндегі пергамент қағазын алып тастап, үстіне сұйықтығымызды құямыз. Қызып тұрған 180 градус пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Одан кейін толықтай суығанын күтіп, формамыздан ажыратамыз. Өте дәмді болып шығады. Дәмі пирогтан көрі чизкейкке ұқсас. Сондықтан да асқабақта жақсы көретін болсаңыз, бұл пирог сізге ұнайтынына сенімдімін. Отбасыңызға жасап беріңіз, астарыңыз дәмді болсын.